Сәлеметсіздер ме жаңға жылу арнасының тыңдармандары? Сіздермен бірге Айгерімнің әңгімелері. Бұл шынайы өмірден алынған оқиға. Мен қазір 40-қа келдім. 40-қа келгенде адам бұрынғы өміріне басқаша қарайды екен. Бәрін қайтадан ойлатады. Қайғысында, қуанышында, қателігінде. Солардың әрқайсысы менің жүрегімде әлі күнге дейін жаңғырып тұрады. Мен 27 жасымда жесір қалдым. Иә, жас едім. Тым жас. Жұрттың бәрі отбасын құрып, бақытты болып жүрген шағы. Ал мен өмірдің дәл ортасында өлімнің суығына тап болдым. Жанымдай жақсы көрген жарым, арманым бір күнде кетті де қалды. Қоштаспай, сөз қалдырмай, түсіндірмей, тек артына көз жасына тұнған мені және бір жасар ұлымды қалдырды. Сол күннің салқыны әлі есімнен шықпайды. Көктем еді, күн жылы, ал менің ішім қыс. Ал өмір өз жолымен жүре берді. Мен жалғыз қалдым. Жас келіншекпін, жесірмін. Бір қолымда бала, бір қолымда үміт. Ал жүрегім жара. Ауылда жалғызбасты әйелге оңай емес. Ол жақта әрбір сөз пышақ, әрбір көзқарас сын. Сол кезде мен туралы не айтылмады дейсіз? Тез арада басқа біреумен қосылады деді. Жалғыз әйел не істемейді? Деді. Орнын тапсам екен деп жүрген шығар деді. Күйеуінен айырылып еді, енді кімге көзі түседі? Деді. Тағы біреулер. Мына жесір әлі жас, сақ болыңдар. Деп әйелдерін ескертті. Мен ешкімге ештеңе демедім. Деуім де мүмкін емес еді. Өйткені менің даусымнан бұрын, менің хақымда Алла көріп тұрды. Мен тек бала үшін тұрдым. Бала үшін өмір сүрдім. Бала үшін жыламадым. Кейде түнде ұлым ұйықтап қалғанда, жастығымды құшақтап үнсіз жылайтынмын. Өйткені күндіз жылауға болмайтын. Адамдар сынайды. Күйеуін іздеп жылай ма дейді. Қарашы қандай қатыге сөздер. Ал шын мәнінде мен жылағанда, жүрегім жұлынып бара жатқандай ауырсынатын. Бәрі арманым үшін. Оны сағынғаным үшін. Оның даусын естігім келгені үшін. Жұрт мені неге қызғанды? Әлі күнге дейін түсінбеймін. Мүмкін жас болғаным үшін шығар. Мүмкін тігілген киімім шығар. Мүмкін күліп жүргенім үшін шығар. Мүмкін жыламайтыным үшін шығар. Ауылдың кей әйелдері күйеулеріне, әй, ана жесірге қарама, деп айтып отыратынын да естідім. Бұрын ол сөздер жүрегімді жаралайтын. Қор болатынмын, қызаратынмын, оқшауланатынмын. Қазір ойласам, олардың қызғанышы өз қорқыныштарынан туған екен. Ал мен ешкімнің ерін көрген емеспін. Көргім де келмеді. Мен үшін еркек атаулы арман болатын. Тек арман. Мен жесір ғана болған жоқпын. Адалдығын сақтаған әйел болдым. Бірақ өмірім тек өсекпен өтпеді. Қиындықтың ауыр кезеңдері болды. Мен 5 жыл бойы жалғыз үй салдым. Балама тамақ жеткізу үшін күніне 2 жұмыс істедім. Басқалар мейрамханада отырғанда, мен үйде бір қазан тамаққа қарап отыратынмын. Баламды түнде көтеріп алып, бәрі жақсы болады деп өзіме өзім айтатынмын. Отын жарып, қар тазалап, құдықтан су тасып жүріп, мен мықты болуым керек деп өзімді қайрап жүрдім. Жұрт көрмеді. Жұрт білмеді. Адамдар дайын нәтижені ғана көреді. Ал дайындықтың ішіндегі қанша көз жасы барын ешкім білмейді. Қазір балам 13 жасына келді. Ақылды, сабырлы, адамгершілігі мол. Оған қарап, менің барлық қиналған күндерім бос емес деп түсіндім. Мен кейде түнде жұлдыздарға қарап сөйлесемін. Арманға, арман, мен сені сағындым. Өте қатты. Сен кеткеннен кейін мен өзгердім. Мен сенсіз өмірді үйрендім.
Бірақ сенің орныңды ешкім алмады. Ала да алмайды. Мен сені әлі де адал сүйемін. Әйел едім. Жас едім. Жалғыз едім. Бірақ бір нәрсені сатпағанмын. Жүрегімді. Саған берген арымды. Саған берген уәдемді бұзған жоқпын, арман. Өзіме өзім қанша рет жалғыздықпен күрестім. Қанша рет ішімнен құладым. Қанша рет ары қарай жүре алмайтындай шаршадым. Бірақ саған адалдығымнан ешқашан таймадым. Мен 40-қа келдім. Ал жүрегімде әлі сенің жарығың бар. Сенің аманатың бар, біздің ұл. Сен жоқсың. Бірақ мен сені сатпадым. Сен жоқсың. Бірақ мен сені ұмытпадым. Сен жоқсың. Бірақ менің адалдығым әлі тірі. Өмір маған көп сынақ берді. Өсек ауыр еңбек, жалғыздық, қорқыныш. Адамдардың күдігі, әйелдердің қызғанышы. Бірақ мен бәрінен өттім. Өйткені жүрегім таза еді. Өйткені ниетім ақ еді. Өйткені жарымның аруағынан ұялғым келмеді. Міне, менің өмірім осы. Жылаған түндер, жасырған қорқыныштар, жүрекке түйген сабағым. Менің бір ғана шындығым бар. Мен бүгінге дейін жарыма адал болдым. Және осы өмірімнің ең үлкен мақтанышы осы. Әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің әр пікіріңіз маңызды. Бәрін оқимын, жауап беремін.